Баршаларыңызға сәлем. Бұл видео Whoopie Pie, Красный бархат, сүттігі секілді торттардан жалыққандарға арналған. Бүгін біз сіздермен ерекше тортты оңай алмастыратын Oreo чизкейкін дайындауды үйренетін боламыз. Видеоны жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі бізге 2 жұмыртқамызды табағымызға жарып аламыз. Қантымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Үстіне сары майымызды қосып, араластырамыз біркелкі етіп. Біркелкі етіп араластырып алдық. Енді үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. Енді какаоны да електен өткізіп алып, үстіне қосамыз. Үстіне разрыхлителімізді қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Араласқан массамызды табамызға салып жайғастырып аламыз. Менде диаметрі 22 сантиметрлік. Енді осы массамызды 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін табамызға творожный сыр, жұмыртқа, сливкиімізді, қаймағымызды, сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Артық болмайтындай біркелкі етіп миксермен араластырамыз. Пісіп шыққан коржымыздың үстіне Oreo печеньелерімізді осылай үгітіп аламыз. Үгітіп жайғастырып шықтық. Енді осы коржымыздың үстіне миксермен араластырған массамызды құямыз. Құйып алдық. Енді осыны 50 минут 170 градус қызыған пеште пісіріп аламыз. Осылай бұл пісіп шығады. Пісіп шыққан чизкейгімізді бөлме температурасында салқындатып, әркім өз фантазиясы бойынша әрлеп қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Рецепт сіздерге де қонақтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.